менің шашымның проблемасы жылдар, 10 жылдан аса болған жағдай. Маған шаш өсіру деген арман менікі мына жерден, мына жерге дейін ғана болды, ары қарай өспейді. Өл тал, қима үшін ғана қи, өспейді. Ең басында мен сосын мынандай сода. Обычный үйлеріңізде бар осындай сода. Осыны 2 литрлік банкаға 3 жылы су, шым су дейді ғой, енді қатты ыстық емес, бастарыңызға ыңғайлы жуасыздар ғой, сол температурада су жинап аласыздар да, мынаны нетіп, үлкен қасықпен 3 саласыздар, 3 қасық саласыздар да араластырып. Шампуньнан да керемет қой мұны. Бұл неге көмектеседі? Бұл қайызғақ, шаш өсіру, шашыңыз объем болады, шашыңыз қатаяды, луковицаларының бүкіл пораларын ашады. Сосын шаятын кезде бальзамның орнына мынандай яблочный уксус деген бар. Осыдан тоже 3 қасық, 1 литр банкіге нетіп, 1 литр 2 литрге 3 қасық, 3-4 қасық ас қасықпен толтырып құясыздар да, араластырып шашыңызды, мынау типа шампунь, мынау типа бальзам. Сосын шаштарыңыз шелковистый болады, и шаштарыңыздың пораларын, түптерін қатайтып, шаш түсу, өсіру, қайызғақ, барлығын осы менің үйде қолданатын. Мен анау салонға барып, бәленбай қымбат, бір анау реклама жазады, мынау реклама жазады деген рекламаның артынан жүгіріп, ондай адам емеспін. Сөйткен үйде не бар? Эффективный результат. Мен өз басымнан өткен жағдайды по факту айтып жатырмын. Сол себептен көріңіздер, мынау шампунь, например, суға араластырып, мынау типа бальзам, суға араластырып шаясыз. Мынаумен жуып болғаннан кейін, судамен жуып болғаннан кейін. Сол себептен менің оқырмандарыма ұнап жатса, результаттарыңыз сосын айта жатарсыздар. Қолданып көріңіздер.